Бәріңе сәлем, қыз-келіншектер. Бүгін мен осындай қамыр жасадым. Әмбебап қамыры. Бұмен барлық нәрсе жасауға болады. Қазір бүгін мен жасаймын. Нан жасаймын бұл қамырмен. Пирожки жасаймын, картошкамен, капустамен. Сосын алыс қалса пиццамен не жасаймын, булочка жасаймын. Кәне көрейік. Қалай нанды жасап жатырмын, қыздар. Содан кейін қазір пирожки жасаймын. Онда көрсете жатамын. Енді қыздар пирожкиге қамыр. Осылай кішкентай қылып кесіп аламыз. Кішкене тұрса, міне аламыз да, былай. Егер қолдарыңыз жабысып жатса, ол кезде май жағыңызда осылай дөңгелек қоя береміз. Қуырып аламын капустаны. Картошканы осылай үстінен салып шығамын. Қыздар, енді мен капустаны салып жатырмын. Қыздар, міне пирожки дайын болды. Қазір ашып көрсетейін. Капустамен. Картошкамен де бар ішінде. Қыздар, мінекей. Енді булочки жасап жатырмын. Кішкене салмай жақтым. Қазір үстіне қант себемін. Енді қанды себемін. Сәсеп шығамын. Балдарым тәттіні жақсы көреді. Сондықтан көбіне осындай тәтті. Булочка, пирог жасап отырамын. Енді осыны олай айналдырып шығамын. Рулет. Мінекей, наным дайын. Мынандай наным шықты. Мына жерде булочкам. Булочкамды қазір кішкене көтеріп аламын да, сосын духовкаға салып аламын. Наным осындай жұмсақ болып шықты. Мінекей, қыздар, булочкамыз да дайын болды. Әдемі. Нанды көрсеттім, пирожкиді көрсеттім, енді булочка.